дайындап су жасайды. Атасы қайда екен? Қандай хабармен қуанбақ? Кешеден бері ол хабарын айтып жүреді. Наурыздың ұлы күні, Наурыз мерекесінде атасы мен әжесін сағынып қалалы немеріміз келе жатыр екен. Не дейді құдайым? Бұл жақсы жаңалық емес пе? Әсел ме? Жоқ. Әсел ме? Жоқ. Апа қызыма сар келдім. Ой, итімді қояу білдірмеңіздер. Үйде вообще Wi-Fi бар ма? Шайпайтын ма? Шайпай емес, Wi-Fi. Мұнда не шу болып жатыр? Ең алдымен үйге кіріп, сөмкеңді қойып, шай ішпейсің бе? Дұрыс айтады. Жейсің бе? Мен йогурт жеймін. Йогурт дейді? Ой, йогурт дейді, йогурт. Ол не пәле? Ол пәле емес, сүттен жасалады. Сүттен жасалады дейді ал. Үйде сүт жоқ. Мен бұны қалай істейм? Менің анда шаруам жоқ. Не йогурт әкеліңдер, не Wi-Fi табыңдар. Ауылда интернет бар ма екен? Ауылда интернет жоқ екен. Менің ішім пысты. Ішім пысты деген несі келесам? Бізге сонда кім көмектесер? Жарайды. Онда мен бір өлеңімді тыңдап алыңыздар. Естіңізді сақтамас менің атым мақтағым. Жылқауға ерген деп маған кінә тақпадым. Хай, іздегенім Wi-Fi. Йогурт құтық тағамым, зачем шұжық шайпай. Опа, оңғауымда сотка айфонын аялай. Маңызды сек сайлар, жұмыс де деп тиістер, ешкімді де аямай. Адам кетіп көмектеседі. Әбден бермей кеткенсің. Атынан әбден еркелеп жүрген. Мәй апасы, мынау әбден жалқау болып кетті ғой. Жалқаудың жалқауы. Атасы, жүр екеуміз бір сөйлесіп қайтайық. Атасы, ана немеремді көріп тұрсың. Ата-анасы әбден еркелеп жүрген ғой. Бұны бір жөнге салу керек қой. Дұрыс айтасың, не істесек болады екен? Оның телефоны тартып алар, сонда жөнге келер. Жақсы қой. Жоқ. Неменем, ана айфон бар деген затын көрші. Міне. Апаларға көрсетіп мақтаным. Бұл зат енді менде болады. Неге? Апа, айфонымды беріңіздер. Ол менің затым ғой. Бермейміз. Әбден жалқау болып кеткенсің. Атаңан сені... Кесе бар, сүт алып кел. Жарайды. Тоқта. Сотка деп шықышып отқанда, ана көзің соқыр болып кетеді. Бар одан ана, йогурттың қалай жасалатынын біліп кел. Жарайды. Атасы, жүр, екеуміз бірге Наурыз көшенің қамына кірісейік. Жоқ. Адамдарға үйірміз, зеңгі баба кіріміз, қиналғанда сүйіндіп, ірімшікпен сарымай, құрт пен қатық бірінай, қаймақты да мендерем, кетпеңізді танымай. Кешіріңіз, сиыр деген сөз бе? Не көрді сонша мен танымай көктен түскенде? Әрине мен. Мәссаған, мен оны бұра білмекпін. Сонда барлық тағамдар сіздің сүтіңізден жасалған. Сүзіп алайын ба? Әрине, мен сүтім болмаса, сырда йогурт та болмас еді. Мәссаған, мен оны тағы да білмекпін ғой. Жарайды, оны сүтіңіздің ей тұрған жады. Тапқан екенсің саудагерді. Мен таң өтпастан көріп, таңда тұяқтарымды тазалап, кірпігімді бояп, Наурыз мерекесіне дайындалып отырмын. Маған ақшаның қажеті жоқ. Бірақ жапырақ шайнағым кеп отыр. Сен маған 5 тау жапырақ әкелсең, мен саған 5 литр сүт беремін. Жарайды. Бағанағы көргендерге ағашыңызды аңсаратын қиысайын. Я. Балалар, сендер не істеп жатырсыңдар? Ертең Наурыз, ұлыстың ұлы күні.
Navruz жыл басы, үлкен мереке, бүкіл ел болып тойлаймыз. Наурызда тағы не болады? Наурызда жыл сайын ауыл тұрғындары ағаш егеді. Мынау жас көшет, осыны отырғызып баптасақ, үлкен ағаш болып өседі. Ағаш? Ағаш бізге жапырақ бере ме? Әрине, адам көргіш береді, ағаш көркі жапырақ дейді атам. Ағаш жапырақ қана емес, алма, алмұрт, жүзім, өрік, пайдалы жемістерін де береді. Мәссаған, мен оны білмеппін. Рас айтасыңдар ма? Ел, жемістер тек қана дүкендерде ғана сатылатын шығар десем, айтпақшы тіл қойып, менің атам Мақтағыз. Менің атым Наурызбай, Наурызда туылғанмын. Менің атым Гүләлем. Осынау әлем гүлдегенде өмірге келіппін. Тамаша, енді мына жас көшет өсу үшін біз не істеуіміз керек? Біздің аулада ағаш та көп, жапырақ та жетеді. Бірақ жалқаудың дәні тәтті дегенде біз саған оны тегін бермейміз. Соны сатасыңдар ма? Ең алдымен аңшелікті алдап, көшеттерді суғарып шық. Жарайды. Білмеймін, адасып қалмаса болды. Ай, су тасу деген қандай ауыр еді. Менің талып кетті ғой. Сонда сені осы барлық ағаштарды өздерің суарасыңдар ма? Біздің жылыжайда 500 түп ағаш бар. Соның бәріміз өзіміз қолмен суғарамыз ғой. 500? Енді мына ағаш неғып өспейді? Менің алма жегім келіп кетті. Бұл екеніміз алма ағашы. Алма ағашы 5 жылда еміз береді. 5 жыл? Сонда біз оны 5 жыл күтеміз бе? Әрине. Енді не істеймін? Маған жапырақ бөлгі керек. Әйтпесе атам мен әжем телефон бермейді. Ау, ақылға көмектесейін. Жарайды. Ей, Мақтағыз, бері келші. Сен қазір сен бізге сағыз алып келіп берсең, біз саған сонда жапырақ та береміз. Иә, Гүләлем? Үйде сағыз әкел. Сағыз? Мен сағызды қайдан алам? Мұнда супермаркет бар ма? Ай, ақша. Оданша мен оның орнына ақша бере салайын. Ақшаның керегі жоқ. Ана енді көріп тұрсың ба? Қараш, сол жерде дүкен бар. Сол жерден табарсың. Жарайды. Жүз кеттік. Мен естимін. Атам мен әжемде телефоным қалды. Яғни мекен-жайын білмеймін. Біз тоған қол сөккем, атам мен әжемде қалып қойыпты. Енді не істеймін? Телефоным болса ғой, телефонын іздей салар едім. Жарайды, бір амалы болсын табылар. Қой, олар сілтеген жолмен барайын. Шапай, бұл кірш. Не керек? Не аласың балақай? Мен Мақтағызбын. Өтінем күнә тақпаңыз. Маған қарызға сағыз бере аласыз ба? Біздің ауылда сендей бала жоқ. Танымайтын біреуге қалайша қарызға беремін? Мақтағайық өзім болсын. Мен саған қарызға сауда жүргізе алмаймын. Енді қайттым ағатай. Қол сөккем, атам мен әжем де қалып қойыпты. Атам мен әжем қалайша сені жалғыз жүрген? Бар күнәм өзімде.
kesiriyoruz. Gel, çocukları da lokma dikin. Al biz tavuklu kalay şakıramız. Gel, disne, şip şip dip şakıramız. Şip şip şip. Şip şip cücelerim, çip 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 cücelerim. Namık şimdi cücelerim, nerede gömüş cüceler? Vah, el tavusu, elimizden kaldırgan. Encidi pişip bilgen hanım. Soğuğumu söz diye bana kaldı. Moğa жұмысқа бере аласың ба? Көріп тұрсың ғой, балапаннан да сұра керек. Сен маған бір тұзға дәрі бер, сонда тыншылық болады. Бір тұздаған дәрі? Мен оны қайдан аламын? Қайдан алсаң, содан ал. Мен білмеймін. Балапандарым қайдасыңдар? Теп. Ой, енді мен не істеймін? Bir тұздаған дәрі. Мен оны қайдан табамын? Жарайды, бір амал болсын табылып қалар. İyice barbar, gereğinde alıvam. Kapşık birer var, tabak dara var. Siz kimsiniz? Men tımsığı suyun, жақсылыққа үйір, дұшқанмын. Жамандыққа дұшпанмын, жақсылыққа қаштармын. Мәстағын, сіз кәдімгі жол басып дұшқансыз ба? Жоқ, мен Микки Мауспын. Мәстағын, мен сені бұрын мультфильмнен ғана көретінмін. Енді мен сенің көз кездесіп тұрмын. Мәстағын, ауыл неткен керемет, таза ауа. Бәрі көңілі, бәрі еңбекқор. Бірақ мен көз тұздағандарына тауылмай жүрмін. Таяуда ұлыстың ұлы күні келеді. Сен менің бірнеше сұрағыма жауап берсең, бір тұздағандары сендерді деп есептен. Жарайды. Ал Наурыз қандай мереке? Мен күнінде келіп, күн ұзарып, түн қысқаратын мейрам. Дұрыс. Наурыздың басты тамағы қандай? Бағана әжем айтып еді ғой. Не деп еді? Наурыз көже болады. Наурыз несімен ерекшеленеді? Бағана Наурыз бәймен күн әлем айтып еді ғой. Не деп еді? Алғаш егеді. Дұрыс па балалар? Тағы не істейді? Бізге апай айтып еді ғой. Не деп еді? Ренжіскен адамдар татуласады. Міне, білетін баланың жауабы. Достар, ал сендер бір-біріне өкпелесеңдер, сол жерде барлығын ұмытып, татуласыңдар. Жарай ма? Ал бұл дәрі сенікі. Ой, рахмет саған. Енді менің таңнамын, ауылға жиі келіп тұрамын. Жарайды, сау бола ғой. Тауық, міне сен сұраған бір тұздағандарыңды алып келдім. Міне, рахмет саған. Мен саған жұмыртқа беремін. Жұмыртқа. Рахмет сізге. Енді мені таңнам жөніміз сау болыңыз. Жарайды, сау бол. Дүкен шаппай. Міне сен сұраған жұмыртқаңызды алып келдім. Міне. Сен сұрағандай. Рахмет сізге. Енді мені таңнам жүріңіз. Ауылға жиі келіп тұрамын. Жарайды. Ана, қаладан қыз, көпке жоғалып кетті ғой. Жүрші, екеуміз іздеп келейікші, қаладан келді ғой. Жүріп кетті. Балалар, міне сендер сұраған самсарыңды алып келдім. Міне, мынау саған, ал мынау саған. Енді сені ауылға жиі келесің. Иә, жиі келіп тұрам. Енді мені таңнам жүріңіз, бірге дос болайық. Иә, дос боламыз, сау бол. Сау бол, Сау болыңдар.
Торғай, айналып кел, мен саған сүт беремін. Мә, мынау сен сұраған сүт. Рахмет сізге. Енді мені таңнан жүрген ауылға жиі келіп тұрамын. Жарай, сау бол. Атасы, немерем жоқ қой. Қайда кетті екен? Келетін шығар қазір. Ауыл үйге кішкентай ғой. Бірінші рет кетті ғой. Ата, апа, міне сізден сұраған сүттеріңізді алып келдім. Міне. Жарайсың. Бұтамау қайда жүрсің? Еш батты ғой. Ата, апа, білесіздер ме? Мен осы ауылға келем деп көп заттырендім. Ата, апа, білесіздер ма? Жұмыртқаны тауық туады екен. Ал тауық болса не жейтінін білесіздер ма? Ал тауық болса бір тосағандарды жейді екен. Білесіздер ма тауықта? Мен мультфильмдегі Микки Маусты кездестірдім. Жарайсың. Көп нәрсе біліпсің ғой. Iya. Ата, апа, бірдеңе сұрасам бола ма? Сұрай ғой. Мен осы ауылға келем деп көп дос таптым. Солар үйге шақырсам бола ма? Шақыра ғой. Мен мол наурыз көже жасап қойдым. Жарайды. Мен қазір достарымды